Сәлем достар, менің есімім Мақсат. Бүгінгі біздің подкасттың қонақтары информатика факультетінің студенттері Әбдікәрім Мадалет және Сарқынбек Жармұхаммед. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы неліктен біз информатика мұғалімін таңдадық және сол туралы тақырыпты ашып сөз қозғайтын боламыз. Енді сөз бере кетсем. Сұрақ мұғалім мамандығын таңдау жайлы ма? Иә, мұғалім не үшін мұғалім мамандығын таңдадыңыз? Не себепкер болды? Бірінші Жармұхаммедтен сұрайық, не үшін таңдадыңыз? Не үшін мұғалім мамандығын таңдадыңыздар? Бірінші негізі өз қалауым бойынша математика статистика мамандығына түскім келген. Мен оған балым жеткілікті болды. Бірақ анашымның айтуы бойынша мұғалім болсаң болашағың жарқын болады деп, сөйтіп бірінші осы информатика пәнінің мұғалімдігін таңдаған болатынмын. Өзің қызығушылығың болған жоқ басында? Өзім қызығушылығым басында болған жоқ, басында мүлдем қызығушылық болған жоқ. Қазірше? Қазіргі басқа мамандықтармен салыстыратын болсақ, біздің мамандық оларға қарағанда қызығырақ жүріп жатыр әзірге. Мен өзіме келетін болсам, мен де 11 сыныптың соңғы жағына қарай ойландым мұғалім мамандығы. Жалпы мұғалім мамандығын зерттеп көрдім. Ең жаңалықтарды енгізе алатын, ең креативності қолдана алатын сондай бір мамандық көрінгендіктен осы мұғалім мамандығын таңдадым. Менде сол. Жалпы мен де таңдайтын кезде негізі ең информатика мұғалімін деп ойлаған жоқпын. Жалпы математика, физика мұғалімі болғым келді. Информатикада өзім қызығушылығым бар еді, олимпиадаға қатысып, мектептің кезінде программа жазып, ойындарға қызығушылықтарымыз болды бәріміздің. Информатикаға. Білмеймін, графикаға ма бір нәрсеге қызығатын едім өзім. Сол арқылы мектеп осы мамандыққа келіп түсіп қазір 3-ші курс студенттері атанып отырмыз ғой. Жалпы сендердің мұғалім болуларыңа біреудің бір себепкер болған, бір түрткі болған бір адамның рөлі бар ма сендерде? Жалпы өмірлеріңде? Менің нағашы жағымның барлықтары мұғалім ба. Нағашы атамның ауылшыл қыздары да барлығы мұғалім, және өзім анашым да мұғалім. Сол себепті мүмкін Құдайдың бұйыртқаны осы шығар. Негізі көп отбасында сондай ата-анасы себепкер болса да, сен мұғалім боласың дейді, не қылып кетеді. Мысалы біздің семьяда мысалы менің мамам мұғалім, біздің папаның айтуы бойынша мұғалім ең жақсы тиімді мамандық, государственный сондай мамандық болғасын мұғалімдікке жіберу. Сен ше? Менде шүкір, бірақ отбасы жақтан мамандық таңдады, маған еркіндік берілді ше. Сол жағынан шүкіршілік етемін. Мұғалімдікті өзім таңдадым. Себепкер болған менде мектепте мұғалімдер болды. Бір мұғалімді білемін, сынып жетекші болған. Ол кісі сабақтары реально қызық болды, және ойындар ойнатады. Ағылшын тілінен береді. Мысалы сөз жаттау үшін сол сөзді орадық та біз атысып ойнадық. Ойын біткеннен кейін сол жаңа сөздерді ашып қарады да. Реально сол процесс маған қызықты болды, мұғалімнің сабақ үйрету процесі соғыдан кейін. Мектепте сондай болады ғой, мысалы біз мектепте бір жас мұғалім болатын, физикадан беретін. Өте андай жаңа методикалар түсіндіреді, формулалар жаттауда оңай жолдарын көрсетеді. Мысалы біз жаңа қазір чейт деп жаттырды, жаңа кейбір формулалар есімде қалған сол болып тұр. Сондай бір ерекше методикаларын үйретті. Сондықтан солдай бір себепкер болды деймін. Осы мотивациямен келген. Ондай мұғалімдер үшін көзге жылы болып тұрады ғой, бір тартып тұрасың. Оқушының барынша тартып, осы мамандыққа итермелеп тұр ғой енді бізде. Енді келесі сұрақ, жалпы информатикада сабақ беруде қандай әдістер, тәсілдерді қолдану сендерге тиімді деп ойлайсыңдар? Негізінен қандай әдістер дегенде бізде көбінесе веб-сайттар арқылы жүреді ғой, әртүрлі приложениялар арқылы, мысалға Kahoot ойындары, квиз ойындары. Бұндай ойындар басқа мамандықтарға қызық емес болса керек. Тек қана информатикада ғана жасалынады осындай көп нәрселер ойындар. Басқа мамандықтың мұғалімдері баяқтарына информатика пәнінің мұғалімдері үйретеді ғой негізі. Барлық мектепте, қай мектепте қарасақ та, барлық жерде информатика пәнінің мұғалімдері олардың ең бірінші главный айтишниктер өсіп кетеді. Және барлық сайттарда информатика пәнінің мұғалімдері арқылы жүреді. Кішкене білсең айтишниксің ғой. Жалпы енді ойлаймын мен, қазір мысалы біздің кезімізде информатикада білесіңдер өздері. Бәріміз контр ойнап, не ойнап, есіріп, пайнтта сурет салып өттік қой. Енді келесі бір ұрпақтың осылай именно осы информатика пәнінен, осы компьютер саласынан надан болмай өсіп өнуіне біз себепкер болмасақ, мысалы біздің білмей келдік кезінде Паскаль деген не, Python деген не, сол сияқты біз ертең жақсы білім алып, соларға келесі ұрпаққа жақсы білім беретін болсақ, келесі ұрпақ міндетті түрде сондай дарынды, осы информатика саласына қызығушылығы бар балалар тәрбиеленеді деп ойлаймын жалпы. Сендердің ойларың қандай?
сол бізде қазір мысалы университетте өтіп жатқан пәндеріміз біз уже мұғалім боламын дегенше ол пәндер өзгеріп кету шансы көп ше. Біз қазірше білім алып жатқан жоқпыз, жалпы тәжірибе бір навык дағды алып жатырық деп айтсақ болады. Университеттің беретін тек дағды ғой мұғалім. Бір сол дағдыға бір жұмыс жасап жатырмыз қазір. Жаңағыдай слайдты әдемі жасау, білмеймін тағы не бар, қандай пәндер өтіп жатырмыз. Графикамен жұмыс жасау, балаға жеткізу, видео түсіру, контент, подкаст, осы нәрселер. Типа қазір біздің жалпы жинап жатқан нәрсеміз сол тек дағдылар сияқты. Жалпы информатика пәнінің басқа да пәндерден ең басты айырмашылығы сода деп ойлаймын. Мысалы қазір актуальны болған нәрсе ертең біз оқу бітіріп шығамын дегенше болашақ балаға актуальны болмай қалуы мүмкін да. Өйткені бұл ғылым, информатика ғылымы әрбір уақыт сайын, күн сайын, барған сайын дамып бара жатыр. Мысалы қазіргі жасанды интеллекттер түрлі салада күнделікті дамып жатыр да. Сондықтан тоқтатпау керек. Кішкене қосып берсең, айтатын жер қазір видео ойындар көбінесе хит болып отыр ғой. Соның арқасында, немесе соның қалауының арқасында оқушыларда қалау пайда болады да. Мен де осындай видео жасасам, немесе осыда мен де мықты ойнасам, қазір ол видео ойындардың болашағы қазір мықты болып отыр ғой, жаймен артып жатыр. Осы олимпиадаға нелерге қосылады. Қазір киберспорт деген бөлек мамандық пайда болды кәдімгідей. Одан өзіміздің СНГ бірінші орында тұр қазір әлем бойынша. СДУ-да киберспорт мамандық кажется сол қосылған сияқты, сол не естідім ше. Бұл қаншалықты дұрыс сөйлейсіңдер енді өздерің жалпы мамандық мұғалім ретінде, студент ретінде дұрыс па? Жалпы информатика уже қазір медиа ғой, жалпы медианы да қарастыра алады, программированияны да қарастыра алады, жалпы технологияны қарастырғаннан кейін қамтитын ауқымы үлкен да. Сен уже әр оқушыға әр информатиканың ішінде сала көрді, әрқайсысына әртүрлі подход жасай аласың да. Мысалы біреуге монтаж, біреуге білмеймін искусственный интеллект, біреуіне тағы не болуы мүмкін, компьютердің ішіндегі нәрсе, біреуіне кодты көрсете аласың да. Ол реально қызық нәрсе. Бұрынғыдай олимпиада, тек есеп шығару, ол уже қалып бара жатқан сияқты. Қазіргі информатика мұғалімі ретінде, мысалы біз балаларға үйрету үшін тек қана бір салада емес, жан-жақты болуымыз керек сияқты. Мысалы, қара, видео контент бар, жасанды интеллект бар, графика түрі бар, жаңағыдай системалық түрлері бар, мысалы, оны ашып жинау деген сияқты. Және программалық түрде жазу. Жалпы мысалы атап өткендей қазірдің өзінде мысалы 5-6 саласын айтып отырық ше. Осының тыңғылықты барлығын біз балаларға беру үшін өзіміз тыңғылықты бүкілін қамтып үйрену керекпіз деп ойлаймын. Осы кезде қазіргі барлық жерде автоматтандыру болып отыр ғой. IT арқылы мысалға ауыл шаруашылығында да автоматтандыру, мысалға құрылыс шаруасында да бәрін 3D модельдеу. Барлықтарына осы информатика пәнінен басталып тұр ғой. Жалпы қазіргі салаларда жалпы барлық салада дерлік информатика тікелей байланысты деп ойлаймын. Мысалы атап өтсең, қандай мұғалім болмасын, қазір мұғалім болсын, басқа да мамандықтар болсын, компьютер туралы жалпы білімі қажет талап етеді. Сондықтан келесі ұрпақтың осы информатика пәнінен білімді болып шығуына, осы бір компьютер туралы кішкентай бір нәрсе түйіп кетуіне мектептен осы информатика мұғалімдері тікелей себепкер деп ойлаймын. Қазір еще мынандай нәрсе қосылып жатыр ғой, жоба арқылы оқыту дейді да, типа жаңағыдай біз автоматизация, тағы не бар, кодинг бар, барлығын жинап, балаға бір жоба ұсына аласың да, ол бала до конца бір нәрсені алады да, зерттейді жан-жағынан, мысалы автоматтандыру дейді, мысалы даже ауыл шаруашылығында биотехника барлығын қолдана алады да, бала бір жобаны жасап шығарады да, и осы нәрсе арқылы біз информатиканың бір пигін көрсете аламыз ше. Басқа да бұл типа оқыту саласы ретінде ғой, тек қана былай жалпы ғана дәстүрлі білім беріп қоймай, жоба арқылы жетістікке жеткізу. Мен осы жерде қоса кетсем, біз мұны тек жақсы жағын айтып жатпай, бұның жаман жағы да бар да. Мысалға қазіргі таңда қарап отырсақ, Қазақстанның қаражаты бүкіл мектепті жақсы осы заманауи құрылғылармен қамтамасыз етуге жетпейді ақшасы. Осының кесірінен көбісінің бұған қатты оқушылардың жағдай емес, қалауы, желаниясы ашылмайды ғой. Ол да бір басты фактор деп ойлаймын. Басты фактор. Өйткені мысалы оқитын информатика қызығады балалар. Ал ол мектепте компьютермен қамтамасыз етілмеген болса, немесе интернет болмаса. Етілген болса да рұқсат берілмейді да, сол күй музей болып тұрады ғой. Жете алмайды ана. Кітап сияқты. Солай үйренейін тұрады. Сенің айтып отырғың келген сол ғой, жалпы баланың қызығушылығы басылып қалады деген болса да не дейсіз? Мүмкіндік болмаса.
баланың қызығушылығын ары қарай жеткізбейді деген. Вот бала қанша қызыққанмен ана мектептегі жағдайдың, мектептегі компьютердің жағдайын көресің де, ары қарай оқушының ынтасы жоғалып кетеді. Иә. Мысалға бізде мектепте болды Dell компьютері. Оның қаражаты өте үлкен болды, бірақ компьютер болды. Мектепте 2 компьютер берілді. Соның біреуі біздің кабинетте болды ана жерде. Ананың ішінде барлығын істеп алсаң болады. Біз оның ішінде ойын ойнап көрдік, кино көрдік, барлығын істеп көрдік. Сол арқылы шығар мүмкін. Неше бала болды сізде бір 2 компьютер? Бізде 2 компьютерге барлық мектепке 2 компьютер бар. Мектепке 2 компьютер. Осы ең қымбат компьютер да мектептің. Ал былай бізде де андай ескі компьютер болды. Онымен тек осы Microsoft фирмасының қолданбаларын қолданысында. Жалпы негізі сол мектепте дұрыс қамтамасыз етілмеуі сол компьютер құрылғылармен ол да бір информатика мұғалімі үшін үлкен бір қиындық туғызады деймін. Себебі өйткені сенің қолыңда практика жүзінде көрсететін ештеңе болмағандықтан оқушыға оны үстісінде жеткізу қиын болады да саған. Өйткені мысалы қаншама балалар бар қазір тек қана теория түрінде информатиканы оқып, компьютермен практиканы өтпеген. Соның кесірінен мысалы қазір де компьютер туралы ақпаратты білмей қалды. Информатика жайлы мысалы бір ақпараттан алмай қалды. Менде бір арман бар осыған байланысты. Мындай ше, прям барлық нәрседен қамтамасыз етілген мектепті. Ол білмеймін, қазір біз көріп жатқан нәрседен бөлек мысалы әлемде неше түрлі жабдықтар бар ғой. И соның барлығы қамтамасыз етілген мектепте информатика пән мұғалімі болсам деген сияқты ше. И анау бір арман дейсің ғой. Иә. Құдай қаласа жетіп қалатыншамыз. Сондай бір неге жеткім келеді. Балалар барлық мүмкіндікті көрсе, барлығын таныса, зерттесе, қараса, ізденсе. Меніңше осының орындалуына көп уақыт кетпейтін сияқты. Себебі қазір мектептердің көбісі частный ауысып жатыр ғой. Барлығы жекешелендіріп арқылы барлығын осы заманауиға ауысып жатыр. Қазіргі мектептерде көрдім, мысалы барлық жаңа қамтылған тіпті мысалы кейбір университетте алатын білімді 11-12 сыныптағы жаңағы жеке мектептердің алып жатқан білімдермен салыстырмалы түрде бірдей екенін байқадым. Бірақ жеке мектепте болуының плюсы да минусы да бар. Мысалы бір отбасының жағдайы жетсе, оған қарапайым отбасының жағдайы жетпейді. Сонда қарапайым отбасыда математика шығып қалу керек деген сөз емес қой бұл деген. Жоқ, қазір жеке мектептерде еще мынандай нәрсе бар, ол плюсы жағы. Грант береді 1-2 балаға жаңағыдай сондай төмен отбасыдағы балалар. Ол барлық мектептерде бар деп ойлаймын. Көп болмаса да кішігірім балаларға жаңағыдай грант сияқты беріледі. Айтқым келгені қарапайым ауылдан шыққан балалардың информатика болуына кедергі болып қалмай ма деген ойым ғой. Сондықтан жалпы орта мектептерді жалпы қамтамасыз ету керек сияқты толықтай компьютер жадылған. Барлығын қамтамасыз ете алу қиын. Жаңағыдай хотя бы бір мектептер өздерінің арасында бәсекелестік болып, солар дамып кішкене солардың жетістікке жеткендер кейінірек жайылып жаңағыдай тарата береді. Сөйтіп дамып. Жақсы, керемет. Білген сұхбаттарыңызға рахмет. Жақсы әңгіме болды. Қазақстандағы нені информатиканың рөлін тағы не айттық, оқушыларда ахуалды қазіргі жалпы күрделі тақырыптарды қозғалып, өзіміздің ойымызды жақсы жеткізіп деп ойлаймын. Әрине сіздерге болсам, сәттілік. Жақсы мұғалім болайық алдағы. Информатика пәнін жақсы оқып, болашақ айтишниктермен осы компьютер ғылымының докторлары шыға берсін сіздерден. Тема мектептің директор мұғалімдерімен отырым деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет.